Жамбыл облысы Гвардейский елді мекеніндегі госпитальда қайтыс болған ақтаулық сарбаз Әлібек Қалбайдың денесі кеше ұшақпен туған жеріне жеткізілді. Марқұмның жақындары Маңғыстаудағы Ақшұқыр ауылында тұрады. Олардың айтуынша 18 жастағы жауынгер Қордай ауданындағы нөмірі 302-де 12 әскери бөлімге 18 сәуірде барған. 4 күннен соң суыт хабар келеді. Қорғаныс министрлігі таратқан ресми ақпарда ол таңғы сапқа тұру кезінде есінен танып құлаған. Туыстары оның өліміне кінәлілер бар деп, олардың заң алдында жауап беруін талап етіп отыр. Қайғылы оқиғаға қатысты тексеріс жүріп жатыр. 12 күні мәжбүрлі түрде армияға кетсін деп баланы алып кетеді. Сотталасың, болмаса 3 миллионға штраф төлейсің дейді баланы. Кешкі 3 пен 4-тің арасында Алюкон мамасына соғады. 4 мың теңге берші, асқазаныма дәріге ақша алдыртуым керекпен дейді. Баланы көретін жер жоқ, ешкім.